Тұяқты қыз, аңыз ба, ақиқат па? Тұяқты қыз, жол торған, жүріс-тұрысы жұмбақ. Бұл қыз туралы әңгімелердің негізгі мазмұны бір-біріне ұқсас. Солардың бірі, орманда, түн ортасында үйіне қайтқан адам қараңғыда жол жиегінде қол бұлғап тұрған қызды көрген. Түн жарымда бейшара қызға не болды екен деп тоқтап, барар жерін сұрап ала кеткен. Жарты жолда жүргізуші жанында отырған қыздың аяғының орнында тұяқ екенін көргенде қатты шошыған. Кенеттен жол бойында көлігі сөніп қалып, ал әлгі қыз болса итеріп жіберейін деп ұсыныс айтты. Қыз далаға шыққан соң көліктің кілтін бұрайды. Абырой болғанда көлік оталып кетеді. Сол сәтті пайдаланып әлгі шопыр алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Құтылдым-ау деп келе жатқанда ғайыптан алдыңғы орында әлгі тұяқты қыз қайта пайда болады. Тұяқты қыз кейбір оқиғаларда тіпті көліктің артынан қалмай жүгіретін көрінеді. Алматы-Қапшағай тас жолында да такси тоқтатып жүрген қыз туралы әңгімелер де бар. Кей жүргізушілер ол қыздың аяғында тұяқ барын байқаған. Тоқтаған көліктерге отырған қыз жүргізушіге нөмірін айтып, үйіне хабарласуын, қыздардың келе жатқанын айтуын сұрайтын көрінеді. Телефон шалған жүргізушілер жанында отырған қыздың ертеректе қайтыс болып кеткенін естіп таң қалғанда, жанында отырған қыздың әп-сәтте жоқ болып кеткенін байқаған. Бұл оқиғаны бүкіл Қазақстан естіген шығар. Қазақстанда кеңінен тараған байка әр қалада әртүрлі айтады, сондықтан нақты бір версиясы жоқ. Мен осы оқиғаны тереңнен қазып, көп адамдардан сұрап, негізгі оқиғасын таптым. Бұрын бір жас жігіт жол жүріп келе жатыр екен, машинасына музыкасын қосып қойып, көңілді настроймен машина айдап келе жатыр. Қаланың шет жағына қарай шыққан соң бір зираттың алдынан өтеді. Қолын жайып, әмин деп жатқан сол еді, зираттан ақ киінген адамның бейнесін көріп қалады. Басында шырақшы шығар деген оймен ұмытып кетеді. Әрі қарай жол жүріп келе жатып, айдалада жол шетінде бір қызды көріп қалады. Қасына тоқтап, қарындас бұл маңда не істеп жүрсіз, отырыңыз деп ұсыныс жасайды. Қыз үндемей отыра қалады. Жол бойы әңгімеге тартқанмен, ол қыз ештеңе айтпайды. Мұлғау шығар деген оймен әрмен қарай жүре береді. Бір кезде темекі тартып жіберейін деп темекісін алып жатыр еді, қолынан абайсызда түсіп кетеді. Алып жібере қоясың ба деп айтып еді, қыз мән бермеді. Құрсын ауру шығар деп машинасын шетке тоқтатып, сол қыздың аяқ астынан темекісін алайын деп жатыр еді, қыздың аяғы тұяқ екенін көреді. Жігіт басын көтеруге қорқып, енді қозғалайын деп еді, қыз қорықпаңыз, мен ештеңе істемеймін дейді. Жігіт басын көтерген сол еді, қыздың екі көзінен қан ағып, аузынан үлкен тістері көрінеді. Жігіт қорқып кетіп, машинасының есігін ашып, қызды теуіп шығарып жібереді. Машинасын от алдырып, дереу қашады. 1 километр жерді артына қалдырып, құтылдым-ау деген кезде кенет жер сілкінгендей, құдды бір үйір жылқы келе жатқандай тұяқтардың дауысы шығады. Артына қараса, жаңа қыз алыстан тұяқтармен артынан қуып келе жатыр екен. Жігіт көлігін одан сайын жылдамдыққа басып, әрең дегенде қаланың ішіне кіріп келеді. Осылайынан қалай аман қалғаны туралы бәріне айтып береді. Негізінде тұяқты қыз туралы көп оқиға болған ол кезде. Ол өте әдемі, сымбатты әрі тартымды қыз болған. Әжесінің жалғыз немересі. Ауылдың барлық жігіттері оған қатты ғашық болған. Содан шығар басқа ауылдың қыздары оны жек көрген. Жігіттер оған тізерлеп келіп сөз салса да мүлдем қабылдамаған. Өте тәрбиелі қыз болған. Бір күні ауылдың қыздары оған қастандық жасамақшы болып шешті. Өтірік алдап, 2 қойын тығып қойып, қызға ауылдың шетінде қойларың қалып қойыпты, біз көрдік, алып қайтсаңызшы дейді. Қыз 2 қой жоқ екенін көріп, сонда барады. Ауыл шетінде барса, арамза ұлдар мен қыздар оны ұстап алады да, қараусыз қалған ауылдың шетіндегі қораға әкеледі. Әлгі қыздар оны ұрып соғып білгендерін істейді. Ең сорақысы, арамза қыздар басқа жігіттерді шақыртып, қызды зорлаңдар, білгендерін істеңдер дейді. Бір күн ішінде қызды 20-дан астам жігіттер зорлайды. Ауыл ішінде қызды жоғалып кетті деген әңгіме тарайды. Ешкім ауыз ашпайды. Байғұс әжесі барлық жерді іздеп, ақыры таба алмайды. Ал осы кезде қызды бір апта бойы күніне 20-30 жігіт келіп зорлайды. Басқа ауылдың да жігіттері келіп арам істерін жасайды. Әлі оңбаған қыздар болса, есектің, жылқының боқсыдығын әкеліп, осыны жейсің дейді. Қыз амал жоқтан боқсыдықпен қоректенеді. Бір күні арамзалардың ойы шектен шығып, есектің еркегін әкеліп қызды зорлатады. Қыздың дымы шықпады. Соңғы демі қалғанда, уәде беремін, мен барлықтарыңды қинап өлтіремін дейді. Ертеңгісі келсе, әлгі қыз орнында жоқ. Қашып кетті деген оймен айналаны іздестіре бастайды.
түн батқанша іздеп ақыры таба алмайды. Осы кезде тылсым бейне енді көрінді. Топ-топқа бөлінген қыздар балдар жапан далада біртіндеп жоғала бастайды. Сөйтсе, әлгі қыз қайта оралып, арттарынан қуып өлтіре бастайды. Ең қорқыныштысы, ол қыз енді адам кейпінде емес, аяғы тұяқ болып, шайтанға ұқсаған мақұлық сияқты бейнеде көрінеді. Осылайынан әлгі қыз барлық өзін қорлаған қыздар мен балдарды тауып өлтіре берген. Артынша бәрін өлтірген соң, әруағы тынышталмай, басқа адамдарды да өлтіре берген.